Сәлеметсіздер ме, балалар? Оқулықтағы 5-ші тапсырма мәтінді оқы. Сендерге киіз үй туралы қысқаша айтып берейін. Киіз үй тарихымыздағы ең алғашқы сәулеттік құрылыс. Көшіп қонуға ыңғайлы. Киіз үйдің жалпы салмағы жиһаздармен қосқанда 300-400 келіге жуық. Кереге, уық, шаңырақ, сықырлауық киіз үйдің негізгі бөліктері. Сықырлауық деген киіз үйдің ішкі ағаш есігі. Кереге киіз үйдің негізгі қаңқасы болып есептеледі. Ол талдан, қайыннан жасалады. Киіз үй ұлттық құндылығымыз. Сол киіз үйде ата-бабамыз қонақ қабылдап, маңызды әңгімелер жүргізген. Отбасын құрып, ошақ қасында бала тәрбиелеген. Кіреберісте есіктің сол жағында ыдыс-аяқ қойған, және сол жерде шаруашылық орын болған. Ал оң жақта ер-тоқым, ат әбіздері қойылды. Суық күндері ауырыңқырап әлсіреп, мал төлдерде осында уақытша тұрды. Ал төр болса ең қастерлі қонақ отыратын орын. Төрге қымбат әшекей бұйымдар салынған сандық қойылған. Оның үстіне төсек жиналған. Міне, солай балаларым. Киіз үй көшпелі халықтың көзқарасын білдіретін, әлем кеңістігінің құрылымын білдіретін, теңдесі жоқ тұрғын үйдің үлгісі.